Леуіліктер бірінші тарау. Жаратқан ие келі кездесу шатырының ішінен Мұсаны шақырып алып, оған былай деп бұйырды. Исраил халқына мынаны айт: араларыңнан біреу жаратқан иеге құрбандық мал ұсынғанда, онысын не мүйізді ірі қарадан, не ұсақ малдан алып келсін. Егер оның шалынып түгелдей өртелетін құрбандығы мүйізді ірі қара болса, онда жаратқан ие оған риза болу үшін адам еш мінсіз бір бұқаны кездесу шатырының кіреберісіне алып келсін. Адам сол құрбандық малдың басына қолын қойсын. Сонда осы адам күнәларының арамдығынан тазарады. Жаратқан ие оның құрбандығына риза болып, онысын қабылдайды. Адам жас бұқаны жаратқан иенің алдында шалсын. Харонның ұлдары, діни қызметкерлер құрбандықтың қанын алып келіп, одан кездесу шатырының кіреберісінің алдында тұрған құрбандық үстеліне барлық жақтарынан бүркіп шашсын. Содан соң адам шалынған құрбандықтың терісін сыдырып алып тастап, денесін мүшелеп бөлсін. Діни қызметкер Харонның ұлдары құрбандық үстеліне шоқ салып, оның үстіне ағаш отын қаластырсын. Олар құрбандықтың мүшеленген бөліктерін, басын және майларын құрбандық үстелінде жанып жатқан отынның үстіне рет-ретімен салсын. Құрбандықтың ішек қарны мен сирақтары сумен жуылсын. Діни қызметкер соның барлығын құрбандық үстелінде түтетіп өртеп жіберсін. Осы түгелдей өртелген құрбандық жаратқан иеге өртелу арқылы ұсынылған хош иісті де ұнамды тарту. Егер адамның шалынып түгелдей өртелетін құрбандығы ұсақ мал, қой не ешкі болса, онда еш мінсіз еркек жынысты бір малды алып келсін. Адам оны жаратқан иенің алдында, құрбандық үстелінің солтүстік жағында шалсын. Діни атқарушы Харонның ұлдары малдың қанынан құрбандық үстеліне барлық жақтарынан бүркіп шашсын. Содан соң адам құрбандықтың денесін мүшелеп бөлсін. Діни қызметкер сол бөліктерді, басын және майларын құрбандық үстелінде жанып жатқан отынның үстіне рет-ретімен салсын. Құрбандықтың ішек қарны мен сирақтары сумен жуылсын. Діни қызметкер соның барлығын құрбандық үстелінде түтетіп өртеп жіберсін. Осы түгелдей өртелген құрбандық жаратқан иеге өртелу арқылы ұсынылған хош иісті де ұнамды тарту. Егер адамның жаратқан иеге арнап түгелдей өртелетін құрбандығы құстардан болса, онда ол бір көгершін немесе бір жас кептер алып келсін. Діни қызметкер құсты құрбандық үстеліне алып келіп, оның мойнын үзіп, сонда түтетіп өртеп жіберсін. Содан бұрын ол құстың қанын құрбандық үстелінің қабырғасына қысып ағызсын. Әрі жем сауы мен қауырсындарын құрбандық үстелінің шығыс жағына, күл төгілген жерге лақтырып тастасын. Содан соң діни қызметкер құстың қанаттарын ұстап, денесін қақ жарсын, бірақ бөлектемесін. Діни қызметкер осылай құсты құрбандық үстелінде жанып жатқан отынның үстінде түтетіп өртеп жіберсін. Осы түгелдей өртелген құрбандық жаратқан иеге өртелу арқылы ұсынылған хош иісті де ұнамды тарту.